Менің ұлымның ең жақсы көретін ісі ол әңгімелесу. Ол қызықты сұрақтар қойып, жауап алғанды ұнатады. Ал екінші сүйікті ісі әрине печенье жеу. Жақында мен оған сүзбеме бананнан қантсыз пайдалы печенье дайындап бердім. Ұлыма қатты ұнады. Бұл печенье тек дәмді ғана емес, сонымен қатар өте пайдалы. Ең бастысы дайындау жолы өте қарапайым және тез дайын болады. Бізге ол үшін бір сүзбе және де 2 банан қажет. Сонымен қатар біз оған 1 жұмыртқа қосамыз. 3 затты жақсылап араластырып, оны езгілеп шығамыз. Шыққан массаға кез келген ұнды қоссаңыз болады. Мен қарақұмық ұнын пайдаланамын. 10 грамм разрыхлитель салуға ұмытпаңыз. Осының барлығын араластырып болғаннан кейін шоколад немесе мейіз салсаңыз болады. Мен шоколад таңдадым. Шоколадтың бөліктерінің арқасында печеньенің қанты бар ма жоғын байқамай, балалар тез жеп қояды. 180 градуста 10 минутта пісіріп, балаларыңызға осы ыстық түрінде берсеңіздер болады. Шай мен сүтпен жеген кезде тіл үйреді. Видеоны аса лайк басып, комментарий жазып, маған тіркелуге ұмытпаңыздар.